Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге Балауса Мылысқызы аптадағы айшықты оқиғалар топтамасын хабарлауға дайын. Шығыс Қазақстанда таулы аймақтарда жатқан қардың жылдам еруіне байланысты су тасқынының екінші толқыны басталды. Қазір облыстың солтүстік, шығыс және шығыс аудандары ерекше бақылауда. Мамандар әсіресе Риддер қаласы, Алтай, Самар, Марқакөл, Глубокое, Қатон-Қарағай, Күршім мен Шемонаиха аудандарындағы жағдайға айрықша көңіл бөлуде. Облыста тұрақты түрде әуеден бақылау жұмыстары жүргізіліп келеді. Жақында өткен кезекті рейд барысында жұмыс тобы Алтай мен Қатон-Қарағай аудандарындағы ахуалды барлап қайтты. Рейдке облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Баяхметов, жергілікті төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Ерғали Бахаев пен басқа да органдардың өкілдері қатысты. Елімізде өтіп жатқан Таза Қазақстан экологиялық акциясына кәсіпкерлер де барынша қолдау көрсетуде. Облыс орталығының ең көркем, халық көп жиналатын орны Арбат та бүгін түрленіп, тазарып қалды. Осы жерде орналасқан 15 шақты кіші және орта бизнес өкілдері акцияға қатысуға ынталанып, қалалық әкімдікке өтініш білдіріпті. Бизнес өкілдері өз ғимараттарының есік-терезелерін жуып, кіреберістерін тазалап, сырт келбеттерін жөндеп жатыр. Сонымен қатар бұл жерде қаланың елігіне қарайтын орындықтар мен басқа да кіші сәулет нысандары бар. Оларды Таза Өскемен мекемесінің қызметкерлері ретке келтіріп жүр. Зайсан қаласының тұрғындары есіктері жоқ көлікпен жүрген үшін жауапқа тартылды. Қазақстан Республикасының жол жүрісі қағидаларын бұзу сәті кездейсоқ өтіп бара жатқан адамдардың бейнеролигіне түсіп, ғаламтор желісінде кеңінен тараған. Зайсан қаласы көшелерінің бірінде жастар есіктері жоқ көлікпен жүріп, өздері үшін де, өзгелер үшін де қауіпті жағдай туғызатын сәт камераға түсіп қалған. 20 жастағы жүргізуші көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзған үшін жауапқа тартылды, деп мәлімдеді Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің баспасөз хатшысы. Риддер қаласында жол жөндеу жұмыстары басталып кетті. Бүгінде жөндеу жұмыстары қаланың басты магистралі Абай даңғылында жүргізіліп жатыр. Қала әкімдігінің баспасөз қызметі мәлім еткендей, бұл жұмыстар қаланың барлық ауданын қамтиды. Бүгін таңертең Риддер қаласының әкімі Дәулет Батырбаев жұмыс жүргізіліп жатқан орындарды аралап, сапасын тексерді. Осымен бүгінгі хабар тәмам, тасқын судан аман болайық. Бізге тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.